Қазақстан Даму Банкінің кредиттік қоржыны соңғы 4 жылда 4,5 есеге өскен. Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы былтыр 443 миллиард теңгеге 30 ірі жобаны қаржыландырды. Мұндай жоғары көрсеткіштерге банк индустриалдық бағдарлама бойынша жүргізілген инвестициялық саясаттың арқасында қол жеткізген. Тілшіміз жалғастырады. Қазақстан Даму Банкі былтырдың өзінде бір қатар ірі жобаларға жан бітіріп үлгерген. Олардың қатарына Шымкенттегі көлік логистикалық орталығы, Ақмоладағы бройлер тауықтарын өсіретін фабрика, Екібастұздағы темір жол дөңгелектерін шығаратын зауытты жатқызуға болады. Мұнан да басқа банк шапағатын көрген өндіріс орындары қаншама. Наш портфель. Біздің ұзақ мерзімді несиелер портфелімізге қарасаңыз, өңдеуші өнеркәсіпке бір жылда берілген қарыздар көлемі елдегі банк секторының барлық көрсеткішіне тең болып шығады. Бұл банк күшейіп кетті деген сөз емес. Тек соңғы жылдары банк секторы корпоративтік тұтынушыларды экономиканың осындай маңызды салаларында қаржыландыруды азайтып жіберген. Қазақстанның Даму банкі 2001 жылы құрылып еді. Мақсат экономиканың инфрақұрылымдық және шикізаттық емес секторын дамыту болған. Бүгінде ол 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік индустриалды инновациялық даму бағдарламасындағы негізгі оператор. Қазірге дейін 20 ірі инвестициялық жобаға 340 миллиард теңге несие беріп үлгерді. Завод по производству стальной арматуры. 2018 жылы Қостанайдағы темір арматура зауыты пайдалануға берілді. 2015 жылы Атыраудағы хошиісті көмірсутегін өндіретін мұнай өңдеу зауыты жаңғыртудың алғашқы кезең аяқталды. Осындай белсенді несие саясаты банктың кредиттік қоржынын 1,7 триллионға толтырып 8,7%-ға өсірді. 2018 жылдың қорытындысы бойынша таза түсім 3,2 миллиардты құраған. Кредиттік портфельдің сапасы бір қалыпты, қайтарымсыз шығын 4%-дан асқан жоқ. Жұмыс істемейтін қарыздар көрсеткіші өткен жылы 0,5% болған. В первую очередь мы должны сохранить. Бұған қоса кредиттік портфолиямызды жалпы активтерді 72%-ға жеткізуді мақсат етіп қойдық. Несие қоржынының сапасы да жоғалмау керек. Ал биыл өзімізге мемлекеттік емес компанияларға берілетін несие көлемін 55%-дан асырамыз деген меже қойдық. Банк биыл тағы 11 отандық компанияны қаржыландырмақ. Одан бөлек 46 жоба қарауда жатыр. Абай Сейфулла, Самат Орынбаев, Астана телеарнасы.